Шок жаңалық, анам тұрмысқа шығайын деп жатыр. Үйде осындай қуаныш болып жатыр. Бүгін келіп сырға салып жатыр. Енді іштегін айта алмаймын. Көріңіздер. Ұзату болып жатыр үйде. Угадайте, кім кетіп жатыр біздің үйден? Мамамыз кетіп жатыр. Мамамызды ұзатып жатыр. Құдай ақы, валлахи ойынсыз айтып жатырмын. Міне стол бәрі дайындалып жатыр. Өзім шокке сенбей жүрмін. Үлкен қызымды ұзатып жатырмын. Қатты қобалжып жатырмын, өте қатты. Не болды, мам переживать етіп? Поддержка берші бата. Динара енді біздің баламыз болсын, Жаннат сіздерге бала болсын. Сол ниетпен келіп отырмын, алдыңызға өтінейін деп. Сырғаны өзі салсын деген. Алла жазса, иә. Апаны всегда блоктан көреміз. Апаға деген өзіміздің кішкене бір сый құрметіміз бар. Бүгін кеп сырға салып кетіп жатыр мамаға. Ақ тілек батамыз міне екен. Бақытты болыңдар, болыңдар. Не отмекті? Не болып жатыр мына жерде өзі? Көрсек көзімді ашып айуым. Кино жатыр, кино! Айтайын ба? Іштегін, не болды? Мәз енем кетіп жатыр. Мама балаларын ойлап қаншама жыл жүрді, өсірді, олжас үйленді, енді Тикошта үйленеді бұйырса. Мама да енді бақытты болуға лайықты. Мен сіздерге баға жақсылық тілеймін. Мен жүректе по-любому андай қызғаныш сезім болады екен. Ондай қатты да такой себе ауыр тиеді деп ойламағанмын. Самое главное, мамамен ойламай-ақ қой. Алла қаласа мен үйленемін, иншалла. Просто самое главное, жаңа тағы айтып, маманы ренжітпесеңіз болды. Самое главное. Мен сендерді жақсы көремін екенмін. Бақытты болыңдар, самое главное. Жақсы көремін мамамыз. Шешірсем сағынары. Сен де үйленіп, әдемі жігіт болып жүре бер. Мен ба? Ерігіп жүрмеймін ғой, мен жата бермеймін ғой үйде. Фамилия имя? Қайрат Лежон Тұрарұлы. Учишься, работаешь? Учусь, работаю. На кого учишься? Физрук. Кем работаешь? Охрана. Фамилия, имя, отчество, название. Ангелина Охота-Иртвановна. Какого года будешь? 5-го. Кем работаешь? Не работаю. Сколько зарабатываешь? Столько, сколько дает муж. Замужем, не замужем? Замужем. Фамилия, имя, отчество, войны. Брат, Ақжол Айдын. Атын Ақжол ма, Айдын ба? Ақжол. Отчество? Отчество жоқ. Тап. Где работаешь? Производим английские учебники в Казахстане. Фамилия, имя, отчество, войны. Мусабекова Динара Магилинна. Кем работаете? В садике. Профессия? Няня. Сколько зарабатываете? 100 100 тысяч долларов? тенге. Замужем? Нет. Завтра шесть. Нет. Фамилия, имя, отчество, войны. Мен қазір үйге келген сайын біреуді алып келем. Ошол қонаққа Ақжол келді үйге. Ақжол есе ана кітап неше жыл жазып жүрсің? Вообще 5 жыл бойы жазып келатырмыз ғой. 5 жыл бойы жазып келатыр. Неше рет жаңарды? 4 рет жаңарттық. Мынау полный ағылшын үйреніп. Ақжол? Өзі жазады. Өзі жазады бәрін. Еще қазақша бәрі. Мынау ең бірінші уровень, 0-ден бастап үйренетін кісілерге. Келесі уровень elementary, потом pre-intermediate. По идее, осы кітап бізде ең көп сатылды ғой. Осыған дейін 5000 адам алды өзім страницамнан. Мынаның барлығы Ақжолдың шәкірттерінің отзывтары. Осындай жастарға үлгі болып жүр. Сендей жастарымыз көп болсын. Осындай білімді насихаттап жүрсің, молодец. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қарабет! Қалай ойлайсыңдар, Ақжолға негізі поддержка беріп жүрейін ба? Андай еңбекқор бала ғой негізі ше. Анандай кітап жазу оңай емес. Ал жейсің ба? Иә. Сен жаза, мен жылаймын ғой. Барлықтарыңызға қайырлы таң, қалайсыздар? Мына жақта шай ішіп жатыр таң атпай. Сағат таңғы 8 болса да апаларға ол әбет. Таңертең ерте тұру керек. Ерте тұрған еркектің адысы артық. Ерте тұрған әйелдің бірісі артық. Апаны тастап кетіп баратсыңдар ма деп жатыр. Иә, десін.
Апа, что там, не дейсіз осы орайда? Динарама өкпем жоқ. Басқадай да балаларым бар, Аллаға шүкір, солар қарайды. Динарама ризамын, ұлықсатымды беріп отырмын. О да бақытты болуға лайықты. Жылайын отыр. Папа, жыламашы, апа. Папа, жыламашы. Мен бауыр басып қалдым, 16-17 жыл қолымда болды. Мама, жылап қашқысына. Басқа балаларым бір төбеде, Динарам бір төбе ғой өзіме. Қолымда болғасын ыстық болады ғой. Жоқ жарай жыламаймын, бәрі жақсы. Бәрі жақсы, бәрі. Жыламашы, апа. Апа, мен бармын ғой. Кейбіреу сенбей жатыр. Мен де бақытты болуға лайықтымын десеш. Жоқ, сен де бақыттысың, Мұхтар. Жақсы біреулер бар болса, оқырмандардың ішінде айтшы. Осы жыл өзі бір алыс беріс болып кетті. Ардақ деген мен мамамның туған сестрасы. 2 қыз. Бұйыртқан 2 қыз, 7 ұл. Қыз бала жақсы, апа, иә? Жұмсауға. Неге жылап отыр? Неге жылап отыр, мама? Мама? Жыламаймын. Мама, сен жыласаң, мен өзің жылаймын ғой? Жыламаймын. Мама, сен жыласаң, мен жылаймын ғой? Папа, жыламашы. Жыламаймын бұтым. Жылама болды. Жылама. Кеше біраз қызықтар салмадым, қаз папа салам ала қаласа. Қазір менің ботамның бетінен сүю платна. Қанша теңгеден қазір? 420 теңге. Мен құшақта 15 мың теңге. Кетші бар. Сонда 15 мың теңге қимайсың ба мен құшақ? Қимай? Ты чё? 15 мың теңге далада жатыр ма? Сонда мен 15 мың теңгеге тұрарлық емеспін ба? Тұрарлық емес. Дистанцию, пожалуйста. Вещи собирай, выхожу. Ойбай. Мені сүю 50 мың теңге бүгіннен бастап. Sen erkeksin be. Karpuz turaşı. Açı erkekler ғана қарбыз тұрау керек па не? Ben көчіремін. Түсірші. Не! Ақ жол қойдым. Тұрмайсың ба? Осы арбуздың сыртын неге жуады адамдар? Оның ішін жесе. Бір удармен трещина жіберем осылай. Давай. Міне ақ жол кеп қалды. Күтіп тұрды ғой соны. Ё-моё, күтіп тұрды ғой. Сен мен бүкіл немді құрттың астырайымды. Не болды? Неме әкетсің? Даска? Не үшін? Сабақ. Сабақ? Иә. Сабақ өтетін жағдайда болып тұрған жоқ ма? Арбуз жарып жатырмын, сәйдір. Жарамын мен сен. Успокойся, болды. Ашуыңды бар. Сен маған сенбейсің ба? Жа, ашуыңды бар. Сенбейсің ба? Сенесің ба? Мен жарамын. Я, жарасың. Зато саусағым мощный. Қазан бере қойып бесеміз. Давай. Жүрші бастан. Ер кезегі 3-ке дейін. Ема. Жан не деген ровный нау? Телефон. Жан, ол жерін жемеші. Маған деген деп жатырмын ғой. Жан не деген адамсың не болмай. Өзіне жегізбейді, өзгеге жегізбейді. Жылаватыр. Жыламай. Бақошты туған күнімен құттықтайын деп жатырмыз. Мынандай торт алам адам деген. Happy birthday to you. Құттықтамай ма шықайсың ақыраш, өз ретімен жүр, шастырген кетіп қалды. Оқысаң оны. Любимый дочке, слезі? Туған күнімен құтты болсын, бауырым, аман бол. Қолым тимей қалды сәл ше, кешігіп қалды. Сен настроение шығып па еді? Жүректерің алла разы болсын. Бүгін туған күні ғой, бүгін аяғын көтеріп жатсын. Бүгін дым демендер Бақошқа. Бүгін ешкім Бақошқа тиіспейді, ешкім шокермен баспайды Бақошты. Ешкім құттықтаған жоқ па? Бәріміз бір тілектен ал. Бақош, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Тестостероның көп болсын. I hope Bahosh will be the champion of the world in the arm wrestling. Бақытты бол. Жегде жинап отыр ше. Бақоштың туған күнімен құттықтаймын. Деп туған күн болып отыр ма не? Ешкім құттықтамайды деп ойлаған ғой. Ебать! Натуре алла разы болсын, бауырым. Өзің қол күрестеріңді видеоға түсіріп жүресің. Қолымды ебать!
қолым дірілдеп Экран қолданылмаған новый. жігіттер рахмет. Екінші телефонды көрсетші. Мынау 13 па? Мынау 13, мынау 16. Мен машинамды қойып қойған ғой бойына. Ергеншек шеш. Осылай, короче, туған күн тойлап жатырмыз. Нан, арбуз, торт. Бізде Ақжол аджикамен жейді тортты. Қайната против күйеу бала. Аке, как всегда, Арсенал. Бірінші, 1 минут 23 секунд. Гол салдым. Ойнай алмайсың ғой. Ей, мынаған қара. Мынау екен ғой жүгіретін да, мәсен. Міне қара, хопа. Мына түр. Ей, гол! Сей! Шалбанға ма? Бірінші матч немене ғой андай? Я не люблю слабых. Сонау Алматыдан кеп отылу қатай қой. Мен жай ойнап жатырмын, еще кірісіп жатқан жоқпын. Жамбо! Шалбан ойнап отырып папап. Есеп теңестіретін сәт. Трасар, давай. Міне ғой! Мен повтор көрсете салайық та. Зың еткізесің. Білем, звонды. Үй, білем. Алда пап бір гол салыңыз енді, ұят болмасын. Немеге ойнап жатып пап? Біріншісі бәсескен жоқпыз ғой. Мен жай ойнап жатырмын. Шешін тойды. Ойбай. Түсірш. Дәл қайталадым. 1 минут 54 секунд. Айттым ғой пап, мен жай ойнап жатырмын. Давай. Это не победа? Издевательский голдар ғой. Блин, подкат жасап бермей қалдым. Қолтық терлеп кеттің ғой. Сенде просто искелет та и гол кіріп кетіп жатыр. Папа Карло! Бір очкоға екінші таймда ұтып кетті. Вот так, дубайский шоколад. 2 рет ойнадық, счет 1-1. Енді қара. Бота айрайын ба? Бота? Рұқсат бересің ба? Болды. Бота айттым ғой мен. Сыйлап жатырмын. Әкең ғой дейді. Очко! Аяушылық жоқ. Вот так! Сен не бәрін Мадрид! Мен айттым ғой, аяп жатырмын. Бота, Роналдоның артындағы сан қандай? 7 шығар. 7 ма, счетты қарасай. Давай да. Болды, атылдыңыз ғой. Күйеу баламнан 2 партия атылдым, 1 партия ұттым. Надо знать, кто дома хозяин. Ұйықтайын мен. Mercedes E63 AMG. Короче, орындыққа жабыстырып дейді ғой, көрейік енді. Вес қанша? Вес 84. 84 килограмм. Давай. Арсен? Не камерамен сұрапсың? Не істеп жатсың? Шеймен. Не түсіріп жатсың? Жан, бірден берем. Ұрмайсың ғой? Точно? iPhone 16 Pro Max. Қырнатын бритва. Не. Жануар реальный ма? Бұл сенің туған күніне подарок. Мамын туған күніме ма не? Шыдамай. Жаным туған күнін басқа сыйлық бересің ғой. Мен ақшам алдым ба? Өз ақшам алдым. 1 жылға гарантия. Мынаны білетіндер бар енді. Ночам самый последний модель ма? Иә. Мен ертіс заказ беріп қойдым, ақшам құрып тұрмайын деп. Сонымен туған күніме онда басқа сыйлық бересің бе тағы? Жарайды. Ма. Ема жан. Мынаны қараңдар.
кішкентай ғой жаңағыдай. Качествосы мощный ғой, иә? Бетіңді көрші. Ойлашы мен саған неше камера, 3 камера сыйладым уже. Мен өмірімнің соңына дейін бір тесікке қарап өтемін ба? Камерадан басқа фантазия жоқ па? Жаңа влог түсіресің дейді. Енді ютубқа блог түсіреміз. Қайынатамды күтіп алуға қалып баратырмын. Ят болды. Мына жерім бәрі қан ба? Өтірік қырына салғансың ғой. Зияным. Ахидың қалдырып кеткені ма? Неме үйде кілемді кес алып келген ба? Жанты машина аша. Чо там жарысатындар жоқ па не? Братух, не обессудь. Опоздал. Не ал? Чо, арықтадыңыз ба? Қосқан сияқтысың наоборот. Астанада ЛРТ көрдіңіз ба? Басталайын деп жатыр. Чо там, пап, ПС ойнаймыз ба? Давай. Қандай команда? Арсенал ғой менікі. Жарысатын адам таба алмай жүрмін бар ғой. Прошивка жасаған жоқсың әлі? Жоқ әлі. Менімен жарысыш. Мен прошивка жасап қойдым. Ана стильді қарашы, 18-дегі жігіттер сияқты. Стиль таза Қызылорда. Давай, кәне бір би. Твер! Аққыз ат менің тұлпарым, шақыған көңіл тұлқарым. Уалейкум ассалама. Ал, кіріңдер, төрлетіндер, міне. Кешеге қалған қуырдақ, сосын как вы хотели, рис с курицей. Кәне, арықтадыңыз ба? Конечно. 3 килограмм жир түсірдім, чисто. Кәне, бой істене, пап. Маған сіз ұнайсыз. Қош. Алматинский, Патровский дейма, сондай күріпқа тап болдым. Онда кім таниды? Кімді танисыңдар? Міне. Келеп қалатсам енді көнесіңдер, ренжендер. Тебе тоже лайв контент, да? Кешегіден көп па? Күнде 10 адам қосып жатыр. Ешше Алматыда болсыңдар, қосылуға біз екеуміз қабылдап жатыр. Бір екен жоқ бізде. Болды, хабарласасың, бір звонок. Жаным, түш барасыңдар. Может, стоит? Кто это? Может, стоит им, ба? Может, родной. Олжик. Супербанк тұрып қалыпты анан жерге. Мұрын бітеліп отыр. Шау кеше. Шорсия кепеш ма? Шорсия кепеш маған бұта. Несіз? Короче, надо срочно брат, мен саған бірден көрсетуім керек. Неме көрсетті? Бетіне түрім алып жатыр ма? Короче, брат, кешеге бар көп ойландым ша. Шындағы бір қыз мынандай текст жазып жүрген ғой. Біз сізді қолдаймыз анау деп. Короче, кітап алған кісілердің арасынан бір кісіге осындай сыйлық берсек деген. Айфон ба? iPad. Да ну нафиг. iPad па мынау? Иә, iPad 2024. Қаншаға тұрады мына? 300 теңге тұрады. Қайдан алды ақша? Сұрамай ақ қойсай. Кредит алдың ба? Иә, кредит. Короче, кредит қалған ондан қадамдаса. Молодец. Тұрсуға тұр ғой енді. Осы үшін келдім ба енді, сол жаяу. Прикинь, 2 сағат жаяу жүрдім, сенесің ба, аяғым тесіліп қалды бар ғой. Таңертең кофені ішемес, мен ауысымның шығу керек саған. Жаным, түш барасыңдар. Ойбай бір өзінің аузын сасымайды. Сен аузын сасып тұрса да сүйе беремін ғой мен. Кредиттан одан сайын кредитқа кіріп. Иншалла сіздерге де қайырлы білім болсын. Барлықтарыңызға қолдауларыңызға рахмет. Намысы өртесек не істейсің? Андағында өстеген басымдағы Мен оқырмандарым біреу iPad ұтып алсын, мен тұрмал отырмын. Бұл ешқандай да пранк емес, бұл ешқандай да әзіл емес. Әр әйел адам бақытты болуға лайықты. Әкеміз дүниеден өткен кезде біз кішкентай болдық. Анама сол кезде тұрмысқа шығып кетуге болатын еді. Бірақ анамыз өзінің жап-жас өмірін бізге арнады. Осы екі ұлым жанымда болса, маған ештеңе керек емес деп бізді таңдады. Жылдар өтті, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай бізді өсірді, жеткізді, жұрттан кем қылмады. Анам бәріне лайықты. Мені танып отқан адамдар бұның барлығына анам себепкер. Анам маған телефон әпермесе, мен ешқашан блогер болмас едім. Ер адамбыз, екі қолға күрек табылар, үйлендік. Оң мен солымызды тани білеміз. Енді санасы бар адамдар түсінеді. Енді ойландаршы, мамам өте жастай қалды. Жасы 24-те болды. 24 деген ол қазір примерно мен возрастым ғой. Осындай кезде қызық өмір енді басталып жатыр. Ол кісі болса өмірін бізге арнады. Қаншама жылдар бойы бізге көрсетпей түні бойы тамшылаған жастар, бәрін сезетінбіз. Бала кезде анамызды қимайтынбыз, бәрі айтатын, анамды тұрмысқа берейік деп.
біз жоқ деп жылайтынбыз. Енді ол кезде бала болдық, сана болмады, қызғандық, әлі де қызғанамыз, бірақ сонда да адамға адам керек. Жалғыздық Құдайға жарасқан. Тем более әйел адамға әрқашан қолдау керек. Мен үйлендім, мен анамды тастап кеттім деген сөз емес. Мен анамның әрқашан жанындамын. Інім де ертең үйленеді, оның да өмір алда. Ал бірақ түні бойы сырласатын, жаның қиналғанда жанында болатын, ол тек қана сенің Алла қосқан тенің. Алла тағала баршамызды жұп-жұп етіп жаратты. Маған ең бастысы анам бақытты болғаны. Жақсы адамға жолықты. Бәрі айтып отыр, апа не болады, апаны тастап кетесіңдер ме деп. Бізде дым болмаған кезде бізді бауырына басқан осы апамыз. Біз апамызды ешқашан ұмытпаймыз, әрқашан жанындамыз. Апамды енді іштегі қимастықпен бүгін әрең отырды, бірақ сонда да анам шіркін бәріне лайық. Енді пікірлерді көріп жатырмын. Осы күнге дейін кім не демей жатыр. Ең бастысы аналарымыз бақытты болсын. Енді қалған өзінің өмірін бақытта, қуанышта, өмірдің ләззатын сезіп өтуін қалаймын. Өз басым өзім дұрыс шешім деп ойлаймын. Әлі күнге дейін балам, сендер ренжімейсіңдер ма деп сұрайды. Біз жоқ дейміз. Неге біз жоқ дейміз? Себебі біз өстік. Бұл біздің есейгеніміздің белгісі. Өткен өтті, ешқашан оралмайды. Тек болашақпен өмір сүру керек. Алда қызық болады бұйыртса. Сіздермен бөліспеске болмады. Сіздер менің қолдаушыларымсыздар. Сіздер де менің отбасымсыздар. Көп-көп рахмет қолдауларыңызға. Менің контентім де сол ғой. Отбасы, достарым, іні қарындастарым көреді мені, бой түзесін, сәл бір пайдалы дүние көрсін, жақындардың қадірін білсін деген ниетпен түсіремін. Бұл аудиторияны Алла тағала маған бір жағынан сынақ қылып берді, бір жағынан бақ берді. Бір әдемі сөз естіп қалғам осындай. Алла тағала бір үйдегі ананың қиналғанын көріп жүріп, сол үйдегі бір балаға кедейліктің жібін үзетін бақ береді дейді. Сол бақты Алла тағала маған жазған сияқты. Аллаға сансыз шүкір. Аман болайық, бар болайық. Анашым, сіз бақытты болсаңыз маған сол жеткілікті. Мен сізді қатты жақсы көремін. Стиль қалай, стиль? Мынау не істеп отыр? Мынау стендап ойнап отыр, мына түрін қараңдар. Кірсейгі? Үйде отыруға ұялып отыр. Кім айтады мына 26-та деп. Үйленбейсің бе? Ей. Басы деген кетіп қалған патологқа дейін. Қыз іздейміз Ақжолға. Өтті жақсы жігіт. Пап мамам қарайды сен. А? Пап мамам қарайды. Короче, Ақжол, сөзім қысқасы. Давай мен саған поддержка беремін. Маған, в общем, сенен ешқандай ақша да ештеңе керек емес. Сөзін ашамын. Жылаймын қазір. Бәрін жылатып жүреді екенсіз, подряд. Қойшы. Кітаптан бар көш бар. Мен сумкада жатыр ғой енді. Окей бар. Жос балай. Ешкімге арам ой жоқ. Молодец. Еңбек қор. Короче, сұрап жатыр. Мына кітаптар қандай пайдасы бар дейді. Бағасын сұрап жатыр. Индивидуально дайындайсың ба деп сондай сұрап жатыр, короче. Ұзақ сөйлемей қойып, сразу айтайын. Мына, короче, 3 уровень. Қанша бет? Мынау бір кітап 180 бет, beginner 0-ден бастап. Екіншісі 220 бет. Енді самай қалыңы ол жоғары уровень, бұл 300 бет. Ақжол бірақ кітап түрінде сатпайды. Я бізде барлығы өзімізде электронды форматта беріледі. Себебі бұның ақшасы көп, доставка бар, жаңа шығаруы бар, 400-300 бет шығару оңай емес. Короче, осындай электронды форматта сатады. Барлығы удобно жасалған, 3 деңгейде бар мына жерде. Кімге қызық көрсін, кімге қызық емес, өтіп кетсеңдер болады. Ойлаңдаршы, біз бір жаз бойы демалысқа құрсақ, бұл бір жаз бойы 36 видео сабақ түсірген. Мұнан қараңдар. Hello, my friend. Nice to see you here, and I'm really glad that you could choose Linguist Academy. Сәлем досым, сіз досына көргеніме қуаныштымын, және Linguist Академиясын таңдағаныңыз үшін сізге рахмет. Ең біріншісінен бастап оқимыз. Мына кітаптарды 5 жыл жазған. Мұнда бүкіл задача барлығы бар. Бірақ мына кітап түрінде сатпайды, сразу айтамын. Бұл кітапта сіз 4500 жаңа сөз үйреніп аласыз ағылшын тілінен. Потом полный ағылшын тілінде сөйлесуге ең керек бүкіл грамматиканы толықтай қазақ тілінде түсіндіріп бергенбіз. Вообще қаншаға еңбегіңді бағалайсың? Конкретно айтшы маған. Шынымды айтамын, брат, мына кітаптарды біз до этого шын бағасын айта берейін ба? Айтыңдар. Общий 3 комплект 24500 теңгеге сатқанбыз. Осыған не уже 5000 адам алған. Сен былай істе. Видео сабақтарыңды ал, бір каналға сал. Мына кітаптардың үшеуінде аямай сол каналға сал. Бағасын 990 теңгеден қыл. Братан. Мен еңбекті бағалау білем. Иә, еңбектің бағасы болады, еңбектің құны болады. Оны түсіруге де болмайды. Бірақ мен аудиториямда оқығысы келетіндер бар, бірақ ақша жағынан тоже қиналады, түсіндің ба? Ол бір жағынан сенің тарапынан тоже түсінік ретінде сен де поддержка бер. Олар да саған поддержка береді, түсіндің ба? Қара, 36 видео урок, 3 кітап электронный. Одан бөлек тағы бонустарымыз бар, айта берейін ба? Бір баға қой сен, ойлан, жақсылап. Ертең айтамыз. Сіздерге қанша теңге нормально болады, соны жазып кетіңдер. Мойын, брат, ол 990 точно емес, енді шынында айтайын, 990 қате болады. Үйтіп қолдамай қойшы, брат, десе. Брат, білесің ба, қанша рет мен тастап кеткім келді, жазғым келмеді ше. Бірақ андай бір
білмеймін, ішінде бір ішкі күшім болды, мен бәрін алып шығып жаздым уже андай. Андай ішінде вера болды ма, бір күні мен жарам, бір күні мен бағым ашылады. Бір подписчигім жоқ қой, бірақ білдім да адамдарға керек болатын пайдалы нәрсе екенін. Жарайды, в общем, ұзын сөздің қысқасы, ертең бағасын айтамыз. Нормально болса, енді көресіңдер, кімге керек сол алады ғой. Түсір ойлан бағасын. Давайте, сәм қайырлықтың жүрекке кіріп шайшық. Алматыдан аңғарандар. Мына жерде жаңбыр жауып жатыр. И мына жерде жаңбыр жауып жатыр. Көрдіңдер ма? Қалай көрініп тұр, иә? И мына жақта вообще найзағай бұлт болып жатыр. Ана жерде ғана жаңбыр жауып жатыр. Мына жерде ғана жаңбыр жауып жатыр. Анау Есентай ғой, примерно. Есентай молды көріп тұрсыңдар ма? Осы астына жаңбыр құйып жатыр. Ал бізде жаңбыр жоқ. Күшті ма? Жаңбыр таңдап жауады да, иә? Таңдап, мына жерді таңдапты, мына жерді таңдапты, мына жерді таңдапты. Бұл қалай? Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қазір үйімнің крышасында жүрмін. Крышасы жабылды, полный. Үйім дальше салынып жатыр. Бір этажды болатын болды. Квадратурасы 165, потолок 307. Енді маған дизайнер керек, ә? Енді мына үйдің ішін қалай бөлем деген сұрақ болып тұр менде, бар ғой. Соған бір жақсы бір дизайнерлар, проектировщиктар болса, жазыңыздар. Мына үйді барлығы Астанада салынып жатыр деп ойлайды, жоқ болды. Екібастұз қаласында өзімнің қаламда негізі мамама, апама деп салып жатқам. Что-то план өзгеріп жатыр. Қазір үйімді осы жігітке тапсырдым. Осы жігіт полный жұмыстарды атқарып жатыр. Если что, ұсыныстар болып жатса, үйдің темасында осы жігітке тікелей жаза берсеңіздер болады. Ана жаққа, короче, ойлап отырмын, мангальный зона қоямын, мына жерге бұйыртса гараж жасаймыз, бір 2 машина сиятындай. В общем, ұсыныстар болса, үйдің темасында жазыңыздар смело. Міне Әл-Фараби деген жігіттің номерін қалдырамын. Қарағанды, жаңағы Астана, Павлодар бәрі жақын. Үйдің темасында жүрген кісілер болса, компаниялар болса, жазыңыздар, қандай ұсыныстар бар. Я бір жақсы дизайнер болса, осы үйден жүріңіздер. Үйдің ішін дизайн жасап, өзінің бір фантазиясы, бір креативный адам болса, күшті болатын еді. Маған өте қиын болады, қалай бөлсем болады. Примерно дизайн бойынша осылай болады, міне. Алла қаласа. Жаңағыдай әйнек салатындар болса, есік салатындар болса, любой үйдің не темасы бар, сонымен кім айналысады, жазсаңыздар болады. Аз-аздан үздіксіз бітіреміз деп отырмын, иншалла. Мен жасым 21-де, мен әрекет жасап отырмын. Және түсірінсем де, болмай қалса да, ол маған опыт болады. Зато степ көрдім. Бірақ вроде получается нормально. Мұнан сәл көтерем ба деп отырмын, слишком үлкен өйткені.